Бәріңізге ассалаумағалейкум, сіздермен бірге керек болар арнасы. Осыдан 2-3 күн бұрын Ресей президенті Владимир Путин мобилизация жариялаған болатын. Соның кесірінен Астрахан облысындағы қазақтарды соғысқа аттандырып жатыр. Ресейдің Астрахан облысындағы этникалық қазақтарды Ресей Федерациясына әскери жұмылдыруға топтан алып бара жатқан видеосы тарады. Блин, казахстар едут, а телевизорден награждают постановки. Там все здесь. Куда, Хамза, куда? Да. Мы что, не знаем, что ли? Мы все знаем. Блин, казахстар едут. Мы что, не знаем? Бәрінде білеміз. А награждают только тех. Ана тұқымдарды. Там уже архаровцы, бля. Че, правда, то и правда. Там все архаровские пацаны. Все архаровские. Да. Орыс жоқ, да, конечно, где казахстар. На образование. Аза, посмотри, где там. Вы когда приедете? 30-го должен. Блин, 30-го. Может, останется еще на заполнить. 30-го приедем, мы вечером с сучкой, и он что, нас еще не приедет? Подожди, еще. Я сейчас на работу. Ладно, пошли. Пойдем, туда пойдем. Давай. Ты сейчас звони бабушке. Мы туда поедем? Аман, Мы сейчас с тобой. в Краснояр поедем, Краснояр. Полный. Да. Думаю, да, в машине. Папа, что, едет, что ли? Всем счастливо. Держитесь, пацаны. Так, за проезд передаем. Не слышишь? Родины? Езжай. Руслан там сзади. Видеоны түсірген адамның айтуынша, Украинаға соғысқа аттанғандардың арасында бірде-бір орыс жоқ. Ресми деректерге сәйкес, Астрахан облысында қазақтардың 16% тұрады. Ал мына видеодан байқағаныңыздай, әскери жұмылдыруға алынған азаматтардың басым көпшілігі қазақтар. Айта кетейік, 21 қыркүйек күні Ресей президенті Владимир Путин ресейліктерге жасаған үндеуінде Украинаға қарсы соғысқа қатысу үшін әскерінің бір бөлігін мобилизациялау туралы шешім шығарған еді. Осыдан кейін ресейліктер елін тастап, басқа елдерге бет алды. Олардың басым бөлігі Қазақстанға келуде.